Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы квадрат теңсіздік. Оқу мақсатымыз квадрат теңсіздіктерді шешу. Олай болса, біз ең әуелі квадрат теңсіздіктерді шешу әдісін қарастырмас бұрын, алдымен бір айнымалысы бар екінші дәрежелі квадрат теңсіздіктердің жалпы түрімен танысып алайық. Ол үшін мына анықтамаға назар аударыңыздар. Анықтамамен танысып шыққан болсақ, мына тапсырманы орындап көрейік. Берілген теңсіздіктердің ішінен бір айнымалысы бар екінші дәрежелі теңсіздікке жататындарын иә бағанына, жатпайтындарын жоқ бағанына көшіріп жазыңдар. Тапсырманы орындап болған болсаңдар, дұрыс жауаптар арқылы өздеріңді тексеріңдер. Енді балалар квадрат теңсіздіктерді шешудің квадраттық функцияның графигі арқылы шешу әдісіне байланысты видео қарайық. Ал енді балалар видеодан алған мәліметтерімізді жинақтай отырып, квадрат теңсіздіктерді шешудің алгоритмін құрастырып алайық. Квадрат теңсіздіктерді шешу үшін ең әуелі берілген теңсіздікті стандарт түрге келтіріп алуымыз керек. Одан кейін берілген теңсіздікті функция түрінде қарастыра отырып, функция графигіндегі параболаның тармағын анықтауымыз және абсцисса өсімен қиылысу нүктелерін табуымыз керек. Осы табылған элементтері арқылы функция графигін схемалық түрде салып аламыз. Одан кейін абсцисса өсінің қай аралығында функция нөлден үлкен мән қабылдайды, қай аралығында нөлден кіші мән қабылдайтындығын сызып көрсетеміз. Ең соңында жауабымызды аралық түрінде жазып көрсетеміз. Ал ондай болса балалар, осы алгоритмді пайдалана отырып, төменде бірге теңсіздіктерді шешіп көрейік. Бізге берілген теңсіздік 5х квадрат плюс 9х минус 2 нөлден кіші теңсіздігі. Олай болса, алгоритмді пайдалана отырып, әуелі біз берілген теңсіздікті функция түрінде қарастырып зерттей бастаймыз. Параболаның тармағы жоғары бағытталатындығын және абсцисса өсімен қиылысу нүктелері минус 2 мен 0,5 екендігін анықтай аламыз. Осы арқылы біз функция графигін схемалық түрде салып алайық. Одан кейін бізде берілген теңсіздігіміз нөлден кіші болғандықтан абсцисса өсіндегі нөлден функция мәнінің нөлден кіші аралығын анықтаймыз. Бізде ол аралық минус 2 мен 0,5-тің арасы. Осы аралықты сызып көрсетеміз. Және жауабымызды жазамыз. Яғни бізде берілген теңсіздіктің жауабы минус 2 мен 0,5-тің арасы болып табылады. Ал ондай болса балалар, енді өздерің оқулықтан жұмыс жасап көріңдер. Мына берілген есептерді өз беттеріңмен шығарыңдар. Есептерді шығарып болғаннан кейін берілген жауаптар арқылы өздеріңді тексеріңдер. Енді балалар қысқаша тест тапсырмаларын орындап көрейік.
Бұл жерде бізге 4 теңсіздік берілген. Осы теңсіздіктерді дұрыс жауаптармен сәйкестендіру керек. Берілген бірінші теңсіздіктің дұрыс жауабы В варианты, яғни бұл жердегі теңсіздіктің шешімдер жиыны -6-тан 1-ге дейінгі аралықта жатыр. Екінші теңсіздігіміздің дұрыс жауабы С варианты, яғни теңсіздіктің шешімдер жиыны 2-ден 3-ге дейінгі аралықты қамтиды. Үшінші теңсіздігіміздің дұрыс жауабы F варианты, яғни берілген теңсіздіктің шешімдері минус шексіздіктен 3-ке дейін және 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралықтарда жатыр. Төртінші теңсіздігіміздің дұрыс жауабы А варианты, яғни теңсіздіктердің шешімдер жиыны минус шексіздіктен 3-ке дейін және 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралықтарда жатыр. Олай болса, балалар, үй тапсырмасын жазып алайық. Сабағымызды қорытындылау мақсатында мен сендерге мынадай тапсырма берілгім келіп отыр. Сендер мына берілген сөздердің біреуін немесе бірнешеуін пайдаланып, бүгінгі сабағымыздың негізгі түйінін айтып беріңдер. Сендердің 1 минут уақыттарың бар. Менің сұрағыма жауап беріп болсаңдар, онда сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.